Қалекей театры көрермендер назарына Қорғансыздың күні атты драманың премьерасын ұсынды. Мұңы басым, жағымсыз кейіпкерлері көп. Жарығы аз ортада қалған Қорғансыз қыздың оқиғасы. Міне, осындай трагедиялық туындыны Қалекей театрында Әлімбек Оразбеков сахналады. Қорғансыз қыздың қойылымы сахна төрінде 50 күнде дайын болды. Режиссер дәстүрлі спектакльден қашты. Әңгімеден құрылған туындының болмысын бөлек етті. Жалпылама жанрды қолданды. Ескі үлгіден қашып, жаңашылдыққа ұмтылды. Көркемдік кеңеске ұсынды, жақсы пікірлер жинақталды. Ендігі баға халық тарапынан. Жалпы бұның тақырыбы ақ пен қара, жаман мен жақсы, түнек пен жарық, мысалы түнек пен жарық деп екі кейіпкерді кіргізіп отырмыз, солардың айқасы. Бұл енді мәңгілік айқас. Адам баласы жарылғаннан бері бұл әлі күнге дейін айқас келе жатырмыз. Басты рөлді Жұлдыз Ибраева сомдады. Бұл актриса үшін ең жауапты рөл. Сондай-ақ ең ауыры да осы. Себебі осыдан 2 жыл бұрын әкесінен айырылды. Өрімдей қыздың өксікке толы өмірінің көшірмесі қойылымда қайталанды. Қорғансыз қыз қоштасу сәтін тағы бір еске алды. Спектакльде Ғазиза қыз әкесінен ерте айырылады. Мен де осы 2 жыл бұрын әкемнен айырылғам. Сондықтан да сахнада әкемге деген сағынышымды, оған деген махаббатымды білдіруге өте керемет мүмкіндік туып отыр. Сондықтан да қиын емес екенін айта алмаймын, бірақ шынайы жүрекпен сол күйді беруге тырысам. Жаман мен жақсы, ақ пен қара, міне осы мәңгілік тақырыптарды режиссер туындыға арқау еткен. Өмірде неден жүру керек, неге ұмтылу қажеттігінде спектакль түсіндіреді. Соқыр ана кәрі әжесімен қорғансыз қалған Ғазиза қоғамнан қамқорлық көрмеді, қорлықтан көз ашпады. Режиссер шешімімен оқиғаға енгізілген жарық пен түнек образдары ізгілік пен зұлымдықтың ара жігін ажыратуға сеп болды. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.